Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай бір қамырдан 4 түрлі печенье жасау мастер-классымен бөліспекшімін. Бізге ең алдымен бөлме температурасында еріген жұмсақ сары май қажет болады. Ванилин саламыз. Жүгері крахмалы мен қант ұнтағын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі араласқанға дейін осылай жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Осындай жұмсақ болу керек. Оған бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде барлығы біркелкі масса болғанға дейін араластырып, кішкене тұз саламыз. Тұзы ерігенше араластырып отырамыз. ұн салатын боламыз. Ұнды бірден барлығын салып жібермейміз. Бөліп-бөліп, 3-2-ге бөліп салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмсақ, үгілмелі қамыр болу керек бізде. Қатты болмау керек. Сол үшін ұнды бірден салмаймыз. Жақсылап араластырып, тағы да бөліп ұн салатын боламыз. Бірден барлығын салсаңыздар, қатты қамыр болып қалады, ал бізге қатты қамыр қажет емес. Тағы да бөліп ұн салып, жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалмау керек, жақсылап біркелкі етіп араластыратын боламыз. Міне осындай жұмсақ, шамалы қолға жабысатын, осындай жұмсақ қамыр болуы қажет. Мінекей, үгілмелі. Бұл қамырды енді 2-ге бөліп аламыз. Бір қамырды бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Ортасынан теңдей бөліп, осылай бөліп салып алатын боламыз. Мен бір бөлігіне қара еріген шоколадты салдым. Сіздер какао салсаңыздар да болады, немесе шоколад салсаңыздар да болады. Үйде қайсысы бар, соны салдым. Жақсылап араластыратын боламыз. Бір печеньеміз шоколадты болады, екінші ақ. Енді бізге осындай кондитерский шприц қажет болады. Мен интернеттен заказ бердім. Ішінде 10 түрлі насадкасы болады. Мен қазір 4 түрлісін қолданатын боламын. Печенье жасауға өте ыңғайлы, оңай. Осындай шприц екен, маған қатты ұнады. Осылай насадкасын салып, ішіне қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды нығыздап, біркелкі етіп салу керек. Осылай аяғына дейін тығыздап салатын боламыз. Қолымызбен нығыздап, насадкамызды басын кигізіп, жаңағы айтқанымдай баста ұнды біркелкі етіп араластырып алу керек. Өйткені арасында түйіршіктер болмау керек. Осындай аппараттан өтпей қалады. Өзіме ұнаған насадканың басын кигіздім. Осылай бұрап, қазір шприцпен жасайтын боламыз. Өте оп-оңай басылады және жеңіл. Ешқандай күш салудың қажеті жоқ. Осындай формада печеньеларымыз шығатын болады. Листке ешқандай май жаққан жоқпын, жабыспайды. Енді екінші түрлі насадканы қолданып көріп жатырмын. Екінші насадкамен
Осылай шықты. Өте оп-оңай. Бұл енді 3-ші насатканың түрі. Төртінші түрі. Осындай 4 түрлі печеньемізді листке салып, 150-170 градуста 10 минут, 8 минутқа жетпей пісіріп алатын боламыз. Күйіп кетпеу керек. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қарап тұру керек. Осылай міне нәп-нәзік үгілмелі печеньеларымыз пісіп шықты. Барлығын екеуден қойып, енді арасына жем салып, бір-біріне біріктіріп шығатын боламыз. Осылай біріктіріп шығып, осындай өте үгілмелі, дәмді болып шығатын болады. Міне үгіліп тұр. Ыдысымызға ақ шоколадты ерітіп алдым осылай. Фисташка. Сіздерде жаңғақтың қандай түрі бар, соны қолдансаңыздар да болады. Ақ шоколадымызға батырып, фисташкамен әсемдейтін боламыз. Айта кететін жағдай, үйде отырып бұл печеньемен табыс табуға болады. Өте жақсы өтеді. Печеньеларымыз дайын. Егер де менің каналым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Нұргүл.